Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен аутоагрессия, яғни өзіңді іштей жегідей жеу жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы бұл өте терең тақырып, себебі оны әр адам түсіне бермейді, өзіңізді іштей жегідей жеп жатқаныңызды. Оны психологиямен айналысқанда, өз-өзінің сезімдерінді түсіне бастағанда, адам сол кезде ғана түсіне бастайды. Мен өзімді іштей кінәлап жатырмын ғой, мен іштей өзімді жеп жатырмын ғой деп ұстап алу деген ол үлкен осознанность, үлкен білімнің белгісі екен. Бүгін әрине оны байқауға болады. Егерде сіз мысалы белгілі бір адамдармен қарым-қатынасқа түсесіз, белгілі бір іс-әрекеттер жасайсыз, сосын үйге келесіз де, жалғыз болғанда әсіресе отырып мен жаманмын, мен бүгін дұрыс іс-әрекет жасамадым, идеалды болмадым, білейін, биту керек еді, андай іштей өзіңізді жей бастайсыз, кінәлай бастайсыз, өзіңізді жек көру бастайсыз. Міне осы сезім ол аутоагрессия. Яғни ауто деген агрессияны ішке жаққа бағдар беру, ішке қарай өзіңді жек көру деген сөз. Бұл өте жаман нәрсе. Себебі аутоагрессияның кесірінен адамдар өз-өзіне қол жұмсауы да мүмкін. Ол өз-өзіңді жек көре бастасаң, сен басқа адамдармен де қарым-қатынасың жаман бола түседі. Өзіңді жек көре бастасаң, сен басқа адамдарға да сондай қатал боласың. Өйткені тағы да айтады ғой, өмір ол сенің айнаң деп. Өзіңді жек көре бастасаң, жақсы көрмесең, айналаң да сені жек көре бастайды. Сол үшін бұл нәрседен шығу өте маңызды. Және бүгін сіздермен оның себептерін, аутоагрессия қайдан шығады, оны білу міндетті, және шығу себептері жайлы әңгімелесетін боламыз. Ең бірінші, аутоагрессия қайдан шығады? Біздің психикамызда, миымызда көрінбейді екі психика бар. Ол бала психикасы және ересек психикасы. Мына ересек психикасы ол идеалды, сын айтатын, мықты, қатал. Және бала психикасы осал, жылай салатын, эмоция көрсете салатын. Өз эмоцияларын қалай көрсетуді білмейтін, өз эмоцияларын проживать етуді білмейтін, мынау бала психикасы. Мысалы, сіз жұмыстан келдіңіз, мына бала өзін, допустим, идеалды емес ұстады. Сезімдерін көрсет қойды. В общем, флиртовать ет қойды. Немесе, в общем, мына ата-анаға ұнамайтын нәрселерді жасады. Осалдығын көрсет қойды, шаршап қалды, ұйқысы келіп қалды. Сонда мына ата-ана мынаны жей бастайды. Сен идеалды болмадың ғой бүгін, мен сені жек көрем. Сен бүгін осал болдың, сен жаман болдың деп жей бастайды. Міне аутоагрессия осыдан шығады екен. Осы аутоагрессия бізде не үшін шығады? Біз кішкентай кезімізде әртүрлі эмоцияларды бастан өткереді екенбіз. Қорқыныш, әлсіздік, әртүрлі, мысалы, өзіне сенімсіздік, агрессия, әртүрлі эмоцияларды бастан кешіреміз. Бірақ та өкінішке орай ата-ана бізге үйретпесе, ол эмоциялармен қалай справляться дейді ғой, білмейміз өкінішке орай. Ата-анамыз үйретпесе, ата-анамыз біздің эмоцияларымызды қолдамаса, мысалға алатын болсақ, сізде қорқыныш сезімі болғанда, ата-анаңыз келіп, жаным, қорықпа деп сізді қолдамаса, онда сіз қорқыныш сезімінен қайда шығарыңызды білмейсіз. Өз эмоцияларыңызды қалай айтсам болды, шыдай алмайсыз, өз эмоцияларыңызды білмейсіз, онымен не істеуін. Немесе тағы бір эмоция, агрессия болса, егерде залансаңыз, біреу жек көріп, ата-ана келіп, болды, успокойся, жылама, бәрі жақсы болады деп сізді успокаивать етпесе,
онда сіз білмейсіз өз эмоцияларыңызды қалай как управлять, қалай басқару керек екенін білмейсіз. Сол кезде, мысалы, неге екінші себеп, неге бізде агрессия пайда болады? Аутоагрессия, өзімізді жек көру неге пайда болады? Екінші себебі, біз әртүрлі түсініксіз эмоциялар болғанда, сіз оны басқара алмай қалғанда, мысалы, түсінбейсіз қазір не болып жатыр ішіңізде. Қорқыныш болып жатыр, үрей болып жатырмыз, түсінбейсіз, ұят сезім болып жатыр, білмейсіз, не разбираетесь. Сонда сіз өзіңізді жек көре бастайсыз тағы да. Сен жап аузыңды, сөйлеме, мынау дұрыс емес эмоция. В общем, тағы да аутоагрессияға ұшырайды екенсіз. Ал енді құтылу жолдарын қарастырайық. Біріншіден, қалай құтыламыз? Біріншіден, өзіңізді жек көре бастағанда, өзіңізге былай нападение жасай бастағанда, кінәлай бастағанда ұстап алыңыз. Жоқ, мен қазір кінәлі емеспін, мен осал бола аламын, мен жылай аламын, эмоцияларымды көрсете аламын, мен робот емеспін, мен адаммын, мен идеалды болуға міндетті емеспін. Түсінесің ба? Мен қолымнан келгенімді жасадым. Менің травмам бар, травмаларым бар, менің жолым бар, менің эмоцияларым бар, қажеттіліктерім бар, және мен осал болдым, мен қабылдаймын сені. Деп, мына агрессорды, критикан, сын айтатын адамға айтып бастау керек, психикаға. Іштей жаңағы баланы ақтап алу керек. Мен осындаймын, және мен өзімді қабылдаймын. Өзіме мен қуаныштымын осындай адам болғаным үшін деп. Екіншіден, мысалы, әртүрлі эмоциялар пайда бола бастайды ғой, түсініксіз. Непонятно, не үшін өзіңізді жек көріп жатқаныңыз үшін. Не үшін өзіңізді тағы кінә сезімін тағып жатқан үшін түсініксіз болғанда, яғни сіздің бір эмоциялар көтерілді, бірақ түсінбейсіз қандай эмоциялар. Қайтадан сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды басқара алмай бастағанда, айтыңыз, мен сенің эмоцияңды қабылдаймын. Қорықпа, мен сен жаныңдамын. Мен түсініп тұрмын сен не сезініп тұрғаныңды деп өзіңізге айту керексіз. Дәл қазір сен қорқып тұрсың, немесе не сезініп тұрсыз, өзіңізден сұраңыз. Дәл қазір сен шаршап тұрсың, мен қабылдаймын деп өзіңізді бүйтіп успокаивать ету керек. Неге? Себебі кішкентай кезімізде бізде қолдау болмаған, дефицит болған, сол үшін дәл қазір аутоагрессия болмас үшін өзімізді үстіп қолдау өте маңызды. Егер де осы ақпарат сізге пайдалы болса, міндетті түрде менің каналымды қолдап кетіңіздер. Өйткені сіз қолдасаңыздар, мен үшін ары қарай видео шығаруға үлкен мотивация болады. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.